Мына бір жағдайды елестетіп көріңізші. Сіз 10 шақты сүтті сиыр алып, база салдыңыз. Жем дайындау үшін қолдан бұрынғы пайдаланылған шөп шабатын трактор сатып алдыңыз. Жұмыстың істеліп жатқанына жарты жыл болды. Сүтті сатқаннан түскен ақшаның барлығын қалтаңызға салып, оңды-солды жұмсап жүрсіз. Бірақ бір күні сіздің тракторыңыздың қозғалтқышы істен шығады. Оны жөндеуге ақша жоқ, сондай-ақ азық сатып алуға да қаржы жетіспейді. Сіз туыстарыңыздан ақша алып, осы айда сүт сатудан түскен қаржыны шөп сатып алу үшін жұмсап, өндірісті тоқтатуға жол бермедіңіз. Бірақ келесі айда тағы да сол проблема. Трактор жөндеуге ақша жинаған жоқсыз. Тағы шөп сатып алу керек. Қайтадан сүттен түскен ақшаның басым көпшілігін жұмсап жібердіңіз. Туыстарыңыз да қарызды қайтаруды талап етіп жатыр. Не істеу керек? Ломбардқа әйеліңіздің алтын әшекейлерін салу керек пе, әлде автокөлікті сату керек пе? Бұл күтпеген жағдай дерсіз сіз. Форс-мажор. Трактор сынады деп кім ойлаған? Бірақ шын мәнінде осы күрделі жағдайдан оңай шығып кетер едіңіз, егерде қаржылық жоспарлау дағдарысын білсеңіз. Бұл туралы бүгінгі сабақта айтатын боламыз. Қарапайым тілмен айтқанда, өз қаржыңызды жоспарласаңыз, сіз қанша ақшаңыз бар екен және оны қашан ала алатыныңызды, оны қайда жұмсайтындығыңызды білетін боласыз. Қаржылық жоспарлаудың басты міндеті кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру. Постоянные расходы планировать легко. То есть она ежемесячная зарплата, да, то есть электроэнергия, вы примерно знаете сколько. Переменные расходы надо планировать. И финансовое планирование заключается именно в том, что когда вы должны купить, ну опять же, если речь идет о коровах, да, когда вы должны купить сено, вы должны владеть информацией, как цена на этот готовый продукт, да, который вы можете хранить, вела себя предыдущий период. То есть когда была пиковая цена, когда шло снижение цены, чтобы вы на следующий период запланировали покупку этого товара именно в тот период, когда она снижается. Қаржылық жоспардың үш түрі бар. Қолма-қол, ағымдағы және ұзақ мерзімді. Қолма-қол жоспар бір айға жасалады. Оның негізгі мақсаты шығындарды қаржыландыруға байланысты компанияның шотына түсетін кірісті бақылау болып табылады. Шағын кәсіпорындардың ағымдағы жоспары бір жылға жасалады. Годовой это идеальный, потому что это производственный цикл. Мы же речь не ведем о производстве самолетов, которые производят 3-5 лет, да? Речь идет о малом бизнесе, поэтому годовой цикл там год. Трехлетний, пятилетний в малом бизнесе планировать очень сложно, учитывая, что у нас сейчас, мягко говоря, не очень стабильная вообще финансовая ситуация, но в идеале до 3 лет надо планировать. Әрине, алдағы 3 жылға жоспар жасау кезінде бәрін ескеру мүмкін емес. Мысалы, салық заңнамасындағы өзгерістер. Бірақ сіз жылды аяқтаған кезде сізде пайдаланылмаған қаражат қалса, оларды дивидендтер түрінде алуға асықпаңыз. Инвестицияларды келесі жылға, сондай-ақ екінші және үшінші циклге жоспарлаңыз. Инвестициялар сізге табыс әкелуі керек. Мысалы, сізде наубайхана бар. Жыл соңына қарай сізде 1 миллион теңге пайдаланылмаған ақша қалды. Оны бір апта ішінде жұмсауға болады. Мысалы, бүкіл отбасын Түркияға демалысқа апару. Дегенмен де, жартысын алып келесі жылы печенье өндіру үшін тағы бір жабдық сатып алуға болады. Онда келесі жылдың аяғына дейін сізде нан сатудан миллион теңге түсім ғана болып қоймайды. Сондай-ақ печенье сатудан үстінен тағы 1 миллион теңге пайда көре аласыз. Өзіңіздің бизнесіңізге сауатты салып жатқан барлық ақша міндетті түрде сізге көп табыс әкеледі. Қаржылық жоспарлау мен болжаудың айырмашылығы неде? Болжау үдерісі жоспарлау үдерісінің бір бөлігі болып табылады. Мысалы, сізде гүл сататын дүкен бар делік. Әрі келесі айда халықаралық әйелдер күні мерекесі аталып өтпек. 5 наурыздан 7 наурызға дейін гүлдер сатылымы күрт артады деп болжаған боларсыз. Онда түскен ақшаны өзіңізге жұмсамай, ақпан айына арналған табыстың көп бөлігін наурыздың басында гүл сатып алуға жұмсауыңыз керек. Әйтпесе сатып алушылар көбейіп, тауарыңыз таусылып қалуы мүмкін. Осылайша сіз пайдаңыздың көп бөлігін жоғалтасыз. Ақшаны сұраныс шыңына қою қаржылық жоспарлау деп аталады. Прогноз – это одна из составных частей планирования. Вот планирование вы свое, долгосрочное, по крайней мере, стратегическое планирование, строите именно на прогнозах. Вот прогноз соцэкономразвития страны
И там есть прогноз роста, допустим, населения отдельно взятого региона, в котором вы работаете. Либо появляется, допустим, прогноз спроса. Допустим, давайте в IT-технологии пойдем, да? Либо, как еще прогноз? Вот, допустим, есть прогноз, что государство условно через 3 года построит там большую больницу. Малый бизнес может спрогнозировать, что он может к тому времени запланировать открытие какой-то прачечной, условно, для стирки белья для этой больницы. Почему нет? Қаржылық жоспардың табысты болу үшін ең алдымен өзіңіздің ақшаға деген қарым-қатынасыңызды өзгертуіңіз керек. Тұтынушылық ойыңызды бизнесменнің ой санасына өзгертуге тырысыңыз. Қарапайым адамның қолына ақша түссе, оны қайда жұмсайтынын ойлайды. Ал кәсіпкер өз табысын арттыру үшін ресурс ретінде ақшаны тиімді пайдалану туралы ойлануы тиіс. Бизнесмен үшін ақша бұл құрал. Сіздің компанияңызда қаржылық жоспарлауға негіз болатын қағидаларды қарастырайық. Бірінші қағида – ақша қаражатының түсу және іске асыру мерзімдерінің ара қатынасы қағидасы. Қарапайым мысал негізінде түсіндіреміз. Мәселен, сіздің 20 басқа арналған сүт фермаңыз бар. Сіз белгілі бір соманы жинап, тағы 20 асыл тұқымды бұзау сатып алдыңыз. Бұзау әбден өсіп, сиырға айналғанша және сүт бере бастағанша 1,5 жыл өтеді. Яғни салынған ақшаның алғашқы пайдасын сіз дәл сол кезде ала бастайсыз. Қаржылық жоспарлау тұрғысынан бұл жағдайда бұзауларды сатып алу үшін несие алған дұрыс. Ал егер несиеде жеңілдік кезеңі болса, тіпті жақсы. Сіз үнемдеген ақшаға бірнеше ересек сиыр сатып алыңыз, сонда олар сізге ақша келеді. Ұзақ жобаларға қысқа мерзімді көздерден ақша салудың қажеті жоқ. Екінші қағида – басымдықтарды бөлу. Шығындарды жоспарлау кезінде ең алдымен басымдықты ескеріңіз. Егер сіздің сүт фермаңызда кез келген уақытта сынуы мүмкін ескі сау жабдығы болса, алдымен сиыр қораның сыртын сыламай, жабдықты жөндеуге немесе жаңасын сатып алуға ақша салған дұрыс. Әрине, ферманың көз тартатындай болғаны жақсы. Бұл да қажетті шығындар, бірақ сау жабдықтарынсыз кәсіпорын тоқтайды, ал қораның сыртын жарты жылдан кейін де жасауға болады. Үшінші қағида – қауіпсіздік. Әр кәсіпорынның негізгі қаражаты бар. Олар сіздің шикізат, жемшөп, жалға алу, жалақы және тағы басқасын сатып алуға жұмсайтын ақшаңыз. Сонымен бірге таза пайда бар. Егер сіз қандайда бір тәуекелді жобаға салуды шешсеңіз, онда ақшаны таза пайдадан алған жақсы. Бәлкім сіз тәуекелді жобада ақшаңызды жоғалтарсыз, бірақ бизнес зардап шекпейді және жұмыс істеуін жалғастыра береді. Төртінші қағида – үдерістерді оңтайландыру. Бұл барлық мүмкіндіктердің арасында ең жақсы шешімді іздеу. Мысалы, сіздің алдыңызда міндет тұр. Сүтті мал басын көбейту немесе егер сізде жоқ болса, сүт тасығыш көлікті сатып алу. Сіз ненің тиімді екенін саралауыңыз керексіз. Үнемі бұзылып келе қоймайтын зауыттың сүт тасымалдау көлігінен тәуелсіз болу ма немесе сүтті зауытқа өзіңіз жеткізесіз бе? Әлде сүт саууды арттыру керек пе? Шартты түрде ойлансаңыз, тағы бір күні зауыттың сүт тасушы көлігі келмей қалса, онда сіздің барлық сүтіңіз бұзылуы мүмкін. Бұл шығын. Ең ұтымды шешімді таңдау бұл қаржылық жоспарлау қағидасы. Бесінші қағида – құжаттау. Сіздің барлық шаруашылық іс-әрекетіңіз кестелерге жазылуы тиіс. Барлық қағаздарды жинау бұл тек бюрократия емес. Жазбалар бойынша сіз жоспарды орындау үдерісін, ақша қозғалысын бақылап, өткен кезеңдердегі сатылымдарды талдап, болашақ ақша ағындарын жоспарлай аласыз. Қаржылық жоспарлаудың көптеген қағидалары бар. Сарапшылар 30-ға жуығын анықтап отыр. Бірақ сіз жаңадан бастап жүрген кәсіпкерге керек негізгілерін білдіңіз. Қорытындылайық. Қаржылық жоспарлау күрделі жұмыс, бірақ ұсақ кәсіпкер үшін оны игеру әбден мүмкін. Егер сіздің кәсіпорныңызда қаржылық жоспарлау болса, онда сіз келесі міндеттерді оңай шеше аласыз. Сіздің бизнесіңіздің үздіксіз жұмыс істеуі, қаражатты барынша тиімді салу, қосымша пайда әкелуі мүмкін ресурстарды анықтау,
Компания ішінде де, сыртқы ортада да бизнес форс-мажорлық жағдайлардың әсерін барынша азайту. Сонымен қатар сіздің қаржылық жоспарыңыз инвесторлар мен несие беруші ұйымдар үшін қажет. Олар салынған қаражатты қайтаратын кезді көре алуы керек. Сізге кәсіпорныңыздың қаржылық табысын тиімді жоспарлай отырып, үнемі сәтті бизнестің бастауында тұруыңызға тілектеспін.